Табиғат бұл ғажайып әлем. Ол біздің өміріміздің негізі. Әрбір ағаш, әрбір гүл өз орнын табады. Ал біз оларды қорғап, сақтауға жауаптымыз. Күннің шуағы орманды жылытып, ашық көк аспанға жымия қарап тұрған бұлттар жаймен өтіп барады. Жасыл ағаштардың жапырақтары баяу тербеліп, желдің нәзік гүлімен билеп тұр. Әрбір қозғалыс, әрбір тербеліс табиғаттың тыныс алуы сияқты. Бұл сәтте орман бізге өзінің тыныш, жанды күйін көрсетеді. Әрбір жәндік, әрбір құс, әрбір қозғалыс бұл орманның өзіне тән өмірі, оның тынысы. Табиғаттың таза әрі үйлесімді күйі, оның сұлулығын жан-жағыңыздағы әрбір бөлшектен көруге болады. Адам мен табиғаттың арасындағы тығыз байланыс, оның теңдесі жоқ тыныш өмірі. Табиғаттың таза болмысы мен оның ластанған көрінісі арасындағы айырмашылық бұл біздің іс-әрекетіміздің салдары. Бір сәтте біз табиғатты сақтау арқылы оны байыта аламыз, ал келесі сәтте оны ластаймыз, жоямыз. Өрттен орманның орнына адамзаттың зияны жайылуда. Ағаштар отқа оранып, шіріп кетіп жатыр, ал олардың орнында пластик, қоқыстар мен басқа да қалдықтар пайда болуда. Адамдар өздерінің күнделікті өмірінде қолданған заттарды орманға лақтырып, табиғатты қорлап жатыр. Бұл ормандағы тыныштық пен сұлулықты жоғалтып, тек қоқыс пен зиянды қалдықтар қалдырады. Өндірістік қалдықтар мен улы газдар орман мен басқа да экосистемаларға зиян келтіріп, олардың экологиялық тепе-теңдігін бұзады. Фабрикалар адамзаттардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін табиғаттың байлығын пайдаланып, оны болашақ ұрпаққа қалдырмай жойып барады. Фабрикалар мен өндіріс орындары табиғатқа терең әсер етеді. Бұл орындар өз жұмысын жүргізу үшін табиғи ресурстарды пайдаланып, ауаға зиянды газдар шығарады. Өндірістің қалдықтары мен химиялық заттар өзендерге, көлдерге түсіп, судың ластануына әкеледі. Фабрикалардың өндірісі бізге күнделікті қажетті заттарды ұсынса да, табиғатта тигізетін зиян көбейіп келеді. Көлдің таза суы енді ластанып жатыр. Адамдар өздерінің қалдықтарын көлдің жағасына лақтыра бастады. Қоқыстар суға түсіп, оның мөлдірлігін жойып, су астындағы тіршілікке зиян келтіріп жатыр. Мұнай табиғаттың байлығы болғанымен, оның адамзат қолымен пайдалану экология үшін үлкен қауіп тудырады. Мұнай құйылған кезде су мен топырақты ластап, тіршілік үшін қажетті ортаны бұзады. Әсіресе мұнай төгінділері су айдындарында тіршілікке кері әсерін тигізіп, судың сапасын төмендетіп, жануарлар мен өсімдіктердің өміріне қауіп төндіреді. Табиғат бізге өз байлығын, сұлулығын және тыныштығын сыйлайды. Бірақ біз, адамдар, оны қорғаудың орнына оны ластап, жойып бара жатырмыз. Орманды өртеу, фабрикалардың ауаға зиянды газдарды көлдерге қоқыс лақтыру, мұнайдың экосистемаларға зиян келтіруі, бұл бәрі біздің әрекетіміздің салдары. Табиғаттың сұлулығын сақтау, оның экосистемаларын қорғау біздің жауапкершілігіміз.